күшті жауаптар болды. Енді бізде қазіргі таңда энурез деген энурезм себебі неде, емделе ме жалпы төсекке жіберіп қоя береді ғой бізде қазіргі. Болды, иә. Өте жақсы, иә. Энурез деген өзі бөлінеді. Түнгі энурез деген түрі бар, жалпы энурез деген түрі бар, иә. Олар неге байланысты? Рефлекторлық және мынау анатомиялық түріне байланысты бөлінеді. Рефлекторлық дегеніміз рефлексті бала танымайды, білмейді. Яғни сигналды ми әлі қабылдай алмайды. Ол да тіреліп келгенде қимылға кеп тіреледі. Қимыл баланың қимылы арқылы мидың. Қимылы аз болып тұр ғой сонда. Қимылы аз болып тұр. Қимыл тек соткада ғой, гаджетте бала отырады. Қимылы аз. Ол сфинктер, қуықтың сфинктері болады. Сол қуықтың сфинктеріне мына жердегі, иә, сол сфинктерде мына жерден нервтер келеді. Нервтер келеді, ол нерв тікелей миға барады. Яғни мына сфинктер ашылып жабылу, тез ашылып кете береді. Яғни оны жауып басқара алмайды ғой. Басқаралу, иә, ми басқаралу керек. Ол тіреліп келгенде сол қимылға кеп тіреледі. Және екінші түрі неге байланысты? Анатомиялық қуықтың кішілігіне байланысты. Кейбір балаларда қуық кішкентай болады. Тез толып қалады. Иә, тез толып қалады дағы, оны ұстай алмайды да жіберіп қояды. Оны да оның өзінің методикасы бар. Сол бойынша методикасымен емдейсіздер, емдейміз, иә, емдейміз. Остеопатиялық. Менде бір танысым болды. Өзі медик болғаннан кейін менде бұндай жағдайлар көп кездескен. Енді ол бала жоғарғы сыныпқа шейін төсекке жіберіп қойған. Бірақ белгілі сол 9-шы сыныптан кейін өзінен өзі жаңағы жібермей қойған. Сонда ол ешқандай маманға барған жоқ. Енді жаңағы мені дұрыс, жаңағы мен не қылмауым керек деген ақпарат жіберді ма? Неге байланысты деп атыс қоя. Ол деген ағза перестройка деп айтады. Ағзаның екінші жыныстық жетілуге жеткен кезде ол тоқтап тұр. Түсініңіз бе? Екінші жыныстық жетілуге жетті балалар, ал ағза перестройка жасады. Біз именно осы остеопатиялық сеанста перестройкаға ықпал жасаймыз. Түсініңіз бе? Ағзаға андай ықпал береміз, ағза өз-өзін реттейді. Ол нерв жүйесіне, ол лимфа жүйесіне, қан тамыр жүйесіне. Сол осы перестройканы ағза өзі реттейді дағы, мейлінше жаңағы нервпен импульстарды барғызады. Соны жастайынан, біліп жастайынан жаңағы перестройка жасаса, ол кезде уже қанша жылын жаңағы мучить етті ғой ол. Мысалы, мектеп несінен қабырғасынан бастап 9-шы сыныпқа дейін 7-8 жыл олар уайымдады, небір дәрілерді беріп жатты. Ал айналып келгенде бір қарапайым осы сізге келіп, мамандарға келіп, остеопат, соны бір сеанс, 2 сеанс деп жатасыз ғой. Сол алған жеткілікті. Ол баланың еще психологиясына да әсер етеді. Өзінде комплекс пайда болады балада, иә. Ол уже екінші жыныстық жетілуге жеткен кезде уже ағзада перестройка басталғанда, сол кезде бәрін орнына қойылған. Енді осы жерде психология деп жатамыз ғой. Психолог, психоаналитиктер балада пайда болатын ауруларды ата-аналардың ішкі жағдайымен байланыстырады. Сіз қаншалықты келісесіз осыған? Науқастарды психосоматик мамандарға жіберетін кездеріңіз бола ма? Иә, өте дұрыс сұрақ, тікелей байланысты. Ана мен бала тікелей бір-бірімен байланысты ғой, тығыз кіндік арқылы байланған, байланысты, мейірімі, ананың, баланың бір-біріне деген мейірімі. Егер анада мақсаты жоқ болса, яғни өзінің алға қойған мақсаты жоқ анада, сол бір баламен мучить етем деген өзінің, осы бір балаға қарайыншы деген сондай ниет болса, соны қаратып қояды Құдай. Яғни өмір бойы соны қарайды. Ол жазылмайды. Түсініңіз ба? Яғни ана өзі самостоятельно жеке дамып, өз-өзін дамытып, өзін ұмытып кеткен аналар баласымен мучить етіледі ғой. Түсініңіз ба? Яғни өз-өзін ұмытпау керек, ана. Дамыту керек, рухани жағынан болсын, мынай жаңағы материалдық жағынан болсын, өзінің самореализация дейді, өзін зерттеп, өзінің ішкі халімен тікелей жұмыс жасау керек. Сондықтан айтам, ЗПР, ЗРР бар балдардың аналарына психосоматикпен жұмыс жасаңыз деп айтам. Міндетті түрде психосоматикпен, психологпен жұмыс жасаңыз деп айтам. Себебі көп кедергілер, көп жаңағы блоктар анада тұрады.
Балаға қанша ем жасасаң да о ем қонбайды. Өйткені анасында блок тұр. Анасына тығыз байланысты. Менімен кейбір дәрігерлер келіспеуі мүмкін. Бірақ практика жүзінде кәдімгі соңғы зерттеулер бойынша психосоматтың әсері, көмегі өте зор. Ол өкпелі болуы мүмкін ана. Біреуге өкпелі болуы мүмкін, өмірге өкпелі болуы мүмкін. Немесе ананы, мысалы, баланы сонша сұрап келіп, сол баламен бола берейінші, ниетім тек баламен баланы анеға апараймын, болды сондаймен мучить етіп жүре береді, тек баламен. Ниеті сол болса, ниетті реттеу керек, ішкі халді реттеу керек. Сол кезде балада да жазылу мүмкіндігі бар, жақсы болуға. Жазылу мүмкіндігі жоғары болады. Яғни комплекс түрде айтатыр қой, жаңағы ана психосоматпен жақсы жұмыс істеп жатыр, баланы да емдеп жатыр. Екеуі бірдей, уже ананың халі де жақсарады, анада жақсы ойда болады. Үмітсіздікке салынбау керек қой. Сол кезде балада ем қонады, емделеді. Қазіргі мынау балаларға тілдерді ерте жастан үйретіп жатады ғой. Сөйлеудің дамуы мен баланың жүйке жүйесінің дамуы арасында қандай байланыс бар? Жалпы соған сөйлеу мен жүйке жүйесі тығыз байланысты ғой. Біз қабылдаймыз сыртқы ортамен, көзбен көріп қабылдаймыз, миға барады. Мұрынмен иіскеп қабылдаймыз, миға барады. Тілмен сөйлейміз, ол мидағыны былай жеткіземіз. Түсінесіз ба? Яғни қабылдау, есту, сезу, көру арқылы және терімен жанасу арқылы. Мұздай ма, ыстық па, ауыр ма, жұмсақ па? Сондай нәрсені терімен, яғни сізге ине тығылса не істейсіз? Әрекет. Әрекет не істейсіз? Қашамыз. Қашасыз, ол сіздің реакцияңыз. Сол сияқты жүйкемен сөйлеу өте тығыз байланысты. Мына әрекеттер қабылдайды, ал сөйлеу арқылы біз жеткіземіз мидағы нәрселерді. Сөйлеудің бірнеше түрлері бар. Ол уже неврология жағына кетеді да. Сөйлеудің, мысалы, экспрессивті сөйлеу, импрессивті сөйлеу дейді. Экспрессивті сөйлеу дегеніміз, ол автоматты түрде сөйлеу қабілеті. Яғни 10-ға дейін санаш, 10 экспрессив сөйлеу жаттанды. Түсініз ба? Ал импрессивті сөйлеу, балаға айтамыз, ана жерде шкафтың үстінде, үстелдің үстінде қара зат тұр, соны алып кеп берші, сөйлейік. Импрессивті сөйлеу. Яғни ол соны түсіну керек, түсініп қабылдау керек. Түсініз ба? Яғни сондай сөйлеудің түрлері бар, соны балаға дамыту керек. Яғни тілдерді ерте жастан болғанда, ерте жастан үйрету, енді ана тілін ең бірінші қолдар едім, ана тілін бірінші үйрету керек. Тілі ана тілінде шыққаны дұрыс. Жапонияда 4-ші сыныпқа дейін мүлдем басқа тіл үйретпейді екен. Енді осы жерде балаларға тілдерді ерте жастан бізде мысалы бастауыштан бастап 4-ші сыныптан былай қарата алса болады екен, басқа тілдерде. Басқа тілдерде қосымша 4-ші сыныптан былай қарай алса, меңгерсе, ол өте жақсы. Өйткені мидың дамуы осы тілмен өте тығыз байланысты. Сөйлеу арқылы әртүрлі күрделі сөйлемдерді жаңылтпаш, бізде атам қазақ жаңылтпаш, мақал мәтелмен жаңылтпашты үйретеді ғой. Сол жаңылтпаш айтуда миды дамытады. Сондықтан сол тіл үйрену, ол біздегі нейрондардың жаңа связкаларын пайда болғызып, мидың дамуы, жаңағы мидың үлесін көп пайдалана аламыз да. Ми толық зерттелмеген бұлай. Толық нақты зерттелмеген. Оның біз 3% пайдалана аламыз мидың. Пайдаланып жүрміз, былайша айтқанда. Сонда 97% әлі шығармашылық ішінде тола деген сөз да. Яғни Аллах сондай бір көркем, сондай нәрсе қылып, яғни оның әлі зерттеліп жатыр, ол толық зерттелмеген да. Сондықтан адамның қолынан барлық келеді. 10 тілді меңгерем дей ма, мақсат қойса меңгереді. Сондай. Екі жақтама доминант деп, оң жақ, сол жақ. Сіз оңқайсыз ба, солқайсыз ба? Оңқай болсаңыз, сіздің сол жақ шарыңыз жақсы жұмыс істейді. Сөйлеуге, оқуға, жазуға, сол жақ жарты шарыңыз активный жұмыс істейді. Соны оң жақ жарты шартты активный қылып, оң жағыңызбен бірдей істеуге де болады. Сондай да. Мына жақта да ол жарты шарда орталық жоқ деген емес, бар.
бірақ пассивті істеп тұр да ол. Сондай сол мәселе, сол мидың ауқымдылығы, мидың кереметтілігі өте көп. Ұшан теңіз, яғни оны әлі толық зерттелмеген. Сосын сондықтан сөйлеуге қатысты жаңылтпаштар, тілдер, нейрондар ғой бұл жерде. Нейрондардың жаңа связкаларын туындатады. Яғни қолданылмай жатқан миды біз қолданамыз ғой. Сол арқылы сізде жаңа идея пайда болады, жаңа нәрсе пайда болады. Яғни уже сізде жаңару пайда болады. Күшті. Қазіргі біз адамдарда солақаймын деп жатады ғой. Өзі сонда қолдан жаңағы мен солақаймын деп тоқтатып, жаңағы сол белгілі бір сол жағын ғана іске асырып жүр. Соны ғана. Ол негізінде оң қолмен де негізінде жасай алады. Жасай алады, жалпы сол жағын жетілдіру керек. Тәжірибе жүзінде жетілдіріп дамытуға болады оң жағын. Былай ғой, кейбір қыздарды солақай болған кезде оң жағынан жазалады. Бірақ сол жағымен тірлік істейді, ет турайды, не қылады, сол жағымен. Бірақ оң жағымен мамасы үйретіп қойған, жазалады. Сондайда ыңғайлап, оң жағымен жазалады. Бірақ ол сол қолмен де жақсы жазады. Ыңғайы сол, доминантты деген сол басым бөлігі. Ол басымдылық сол жақта. Оның оң жақ жартышары жақсы дамыған деген сөз. Екі жақта да жақсы бар, бірақ басымдылығы осы оң жақ жартышарында. Екі жағында дамытқың келсе, сол жақпен де дамытып. Сондайға болады. Ол да сізге қосымша лайфхак ретінде, сіз оңқай болсаңыз, сол жағыңызбен қосымша жазып, сурет салып, тура екеуін бірдей істеп, былайынан. Әсіресе балаға солай жасатсаң, енді дамып келе жатқан балаға солай жасатсаң, баланың логикасы, мынау логичный ойлауы жақсы дамиды. Аха, енді ата-аналарға тірек қимыл аппараты ауруларын алдын алу үшін берер кеңесіңіз қандай? Жалпы ата-аналарға тірек қимыл аппаратының алдын алу. Жаңа айтып өттік қой төбеде. Тірек қимыл аппаратының ауруларын айтып өттік. Сол аурулар болмас үшін жалаң аяқ жүргізіңіз балаңызды, күнге шығарыңыз. Күнге 11 мен таңертең 11 мен 1-дің арасы ғой, 12 жарымның арасы. Сол уақытта таза ауаға көп шығарыңыз, үйде отырып қалмасын, гаджеттерді азайтамыз, яғни телефон, телевизор дегенді азайтамыз. Сосын дамытатын ойыншықтармен баламен бірге ойнаңызшы. Болды. Баламен бірге ойнаңыз. Құм ойнаса да баламен бірге ойнаңыз. Гүлді жұлса да бірге жұлыңыз. Сондай бірге қимылын, әрекеттерін бірге жасаңыздар. Сол кезде бала анасымен тығыз байланыста болып, әкесімен тығыз байланыста болып, баяғыда мынандай бар еді ғой, дуалға теріс айналып тұрып алатын еді. Қазір бала солай жасамайды. Біз өзіміз бала күнде теріс айналып, аяғымызды аспанға келтіріп тіреліп тұратын едік, дуалға тіреліп. Сондай қылып жасау керек балдар. Яғни қимылды көп әрекетке көшкен сайын ми дами түседі, ми ашыла түседі. Сөйлеуі болсын, оның ойлануы, ойы, бір жерде отырып шоғырлана алуы, бір іс әрекетті істеуі, соған байланысты ата-аналар осындай кеңес берер еді. Тамақтануын реттеңіз, дұрыс тамақтану, гаджеттерді азайтамыз, одан кейін таза ауаға шығарыңыз, жалаң аяқ жүргізіңіз. Қазір жаз мезгілі, ертең қара күзге дейін жүзуге беріңіз, жаттығу жасатыңыз, спорттың түрлеріне беріңіз. Кейбір спорт түрлеріне беруге болмайды. Мысалы, асимметриялық спорттар деген болады. Асимметриялық спорт тек бір жағымен қимылдайды. Мысалы, теннис. Тек бір жағымен. Өзі қисық бала, одан соң қисық кетуі мүмкін. Сосын екі жақтама великке беріңіз. Сосын тағы бір нәрсе, қазір ходунок деген мүлдем отырғызбаймыз. Ходунокқа отырғызбаймыз. Баяғыда осы не болып кетеді, бір хит болып кетеді, ходунок деп, бесіктен артына ходунок аппарат обязательно. Оны алып тастаймыз, ходунок мүлдем болмайды бала. Жүрмесе, оны заставить етіп жүргізіп жатыр да. Әлі ұршық дамымаған, ұршық одан соң желініп жатыр. Ходунок болмайды. Одан кейін жаңағы не? Самокат. Самокат әперіп жатыр қазір таңда. Самокат, бала уже 5 жастан, 3 жастан самокат теуіп жүр. Ол айтады, екі жағымен бірдей тебе береді, менің балам ақылды дейді. Ол ондай емес. Бала қай жағымен ыңғайлы, сол жағымен теуіп кете береді. Ол бәрібір екі құнттамайды, бала ол бәрібір. Өзі оң жағы ыңғайлы ма, оң жағымен тебеді, сол оң жағына қарай майса береді бала. Сондықтан самокатты мүлдем алып тастаймыз баланың ойыншықтарының арасынан. Тебуге болмайды. Лучше оның орнына жақсы велосипед беріңіз, болды.
сол екі жағымен екі аяғын дамытады. Барлық қимыл симметриялы түрде, екі жағымен бірдей симметриялы түрде жасайды. Қыз болсын, ұл болсын, велосипед тебуге болады. Енді мынау қандай ерекше диагноздармен жұмыс болды, тәжірибеңізбен бөліссеңіз? Қандай диагноздар? Жалпы паркинсонизм деген ауру бар неврологияда. Мұхаммед Али боксер танисыз ба? Иә. Танисыз ба? Ол соңғы жылдарында қандай болып еді? Былайша таныған менде, былайша көрмеген, иә. Ол кісі мынандай отырады, осы қимыл аз дірілдейді. Дірілдейді, тремор, дірілдейді. Паркинсонизмде қимыл азаяды, жүрісі баяулайды и қолында дірілдей бастайды. Бір жағы немесе екі жағы болуы мүмкін. Дірілдейді, былайынан қол дірілдейді. Паркинсонизм ауру деп атайды. Сол паркинсонизммен бір апай келді, уже пенсияға жақындап қалған, зейнет жасқа жақындап қалған, мектепте мұғалім екен. Сол оң жағымен немесе сол жағымен есіме қалмапты, дірілдеп келді. Енді бұның себебі не? Паркинсонизм себебі не? Себебі мидың ішінде ортаңғы ми болады. Сол ортаңғы мида қаразат деген нәрсе болады. Қаразаттан дофамин деген нәрсе бөлініп тұрады да, қимылды күшейтеді. Мына өз қимыл азайып кетеді и дірілдеп пайда болады. Сол діріл көбейіп кетеді, сол дофамин жетіспеген кезде. Енді остеопатиялық коррекцияда өзінің техникаларымен остеопатиялық коррекция жасадым. Ол кісіге сол дірілі басылды. Ол бар жаққа емделеді. Жақта да емделді, мына жақта да емделді. Енді Аллахтың құдіреті ғой енді. Бұл жерде мен демеймін. Ең бірінші әуел Алла. Мен айтам, келетін пациенттерге айтам, Алладан шипа сұраңыз. Мен емес. Мен ортада тек емді жіберуші, әшейін ортада жолаушымын. Емді жіберетін Алла. Сондай ниетте келгендерге ем қонады. Тез қонады. Иә. Сосын тағы бір пациент болды, ерекше диагнозбен. Енді көпшілік диагноз менде ЗПР балдар, ЗРР балдар, сосын жаңағы жүктілер, әйелдер. Олар енді жалпылама ғой. Бел ауру, мойын ауру, аяқ ауру, олар жалпылама. Енді ерекше пациенттер, ерекше аурулармен мынандай пациент болды. Енді ол тұрақты пациент, қыз телефон соқты, анам ауырып жатыр деді, алып келіңіз дедім. Анасының бетінің бір жағы өте қатты ауырсынып жатыр. Өте қатты ауырсыну, бет ауырған соншалық тамақ жемейді. Бір жартысы. Неврологияда мынандай диагноз бар, невралгия тройничного нерва деген. 3 тармақты нервтің невралгиясы. Именно бетке келетін 3 тармағы болады. 3 тармақты нервтің, әсіресе екінші, үшінші тармағы жоғарғы жақ пен төменгі жаққа баратын тармақ суықтаған кезде, сол жерде өте қатты ауырсыну болаттағы адам тамақ жемей қалады, даже орамал тиген, әшейін мақта тиген өзі қатты ауырсынады. Ол не істеймін деп келді, келіңіз, алып келіңіз дедім. Сол диагнозды қойдым. Сол диагноз оң жақтық немесе сол жақтық ұмытып қалдым уже, невралгия тройничного нерва болды. Соны қойдым и остеопат коррекциясын сразу жасап жіберейін дедім. Соны жасадық. Ол кісілер неге кетті? Тексеруге, Шымкентке кетті орталыққа. Сол жақтан нейрохирургтармен, тағы бірнеше врачтармен сол диагноз қойылыпты. Тура сол диагноз қойылған. Мен қойылған диагноз қойылған екен. Одан кейін келді, содан кейін ауырған жоқ. Ол негізі, жалпы соның клиникасын айтып өтейін, тройничного нерва, невралгия тройничного нерва деген әйелдер, әсіресе әйелдер ауыратын ауру, суықтағаннан аутоиммундық, иммунитет төмендеген кезде. Беті қисайғанда болады? Беті қисаймайды. Беттің просто ауырсынады. Ауырған соншалық даже суицидке дейін апаруы мүмкін. Сол диагнозбен. Сондай ауырғанда, енді бұл кісі байланыстырады, суықтаумен байланыстырады, өзінің арнайы түйіні болады, сол түйінмен жұмыс жасадым да мен, соның ішіндегі. Енді бұл жерде жаңағы сол диагноз қойылып келді, физлечение берді, Енді клиникасында осыны қатты ауырсыну күніне 2 рет, 3 рет, 10 рет, 20 рет болуы мүмкін. Әшейін приступ болады ол. Ауырып бастайды, 20 секундқа дейін болады, қайттан жібереді. Бастайды, жібереді, қайттан жібереді. Сосын жаңа остеопатиялық коррекцияны жасап жібердім, ар жаққа барып келді. Қанша күн өтті ғой енді, 2-3 күн өтті. Ешқандай да не болмады деді. Приступ болмады. Енді қазір тыныш. Оны эпилепсияға қарсы аурулармен емдейді негізі. Препаратпен эпилепсия. Өйткені приступ қой.
приступ болған кезде эпилепсияда да приступ болады, иә. Сол эпилепсияға қарсы препараттармен емдейді да, ол кісі ондайды ішкен жоқ. Шүкір Аллаға, сан шүкірлер болсын. Осы жаңағы сол сеанстан енді физиотерапия алды, қосымша ем алды, жаңа сеанстан да ем жақсы нәтижемен шықты. Осындай ерекше пациенттер болды. Тағы қандай? Енді жалпылама сол жүктілер, симфизиттер, ЗПС, ЗРР балдар ғой, менде в основном сол бойынша ауқымда бел ауру, мынандайда келеді. Бір келеді, негізі остеопатқа жылына бір рет, жалпы өмірде бір рет келсеш. Бір рет келсін. Себебі жаңағы өз-өзін емдеп коррекцияға жібересін, ол өз-өзін емдеп жатады да ағза. Сосын кейін бір пациент болды, 15 жыл бойы аяғымның жамбасым шыққан сияқты сезімде жүрген едім. Отзыв жазып жүрген да енді. Сол басылды ғой, апай сіздің бір сеансқа кейін не істедіңіз өзі дейді да. Енді өзіне қажетті, қай жер ауырып жатыр, сол бойынша жасадым ғой деймін да. Болды, сол бір сеанстан кейін болды, кемеді. Сондайда немесе жаңа екі қабат келіншектер жамбасы шығып кеткен сияқты сезім, немесе мына санынан былай қарай созылып жаңағы нерв бар ғой, тартып тұрады. Нерв тартып тұрады. Сөйтеді да, Мерет доктор, аяғымның жаңағы қанша жыл бойы мазалаған бар ғой, 5 жыл, 6 жыл осыны мазалап еді, басылып кетті дейді да. Шүкір, Аллаға шүкір, Алла ем қондырды, сеніп келді, сол ниет етіп келсе ем қонады. Иә, енді мен қазір түсінгенім, остеопатия бағана туылғаннан деп тұрсыз ғой. Туылғаннан бастап уже сүйек жұмсақ болып тұрады. Сол кезде коррекциялап адам жылдан жылға өсіп жатыр ғой. Жаңағы жылына бір рет болсын деп тұрсыз ғой. Сол жылына бір рет кеп жаңағы өсіп жатқан сүйектерін коррекциялап тұрса болды. Сол жеткілікті екен. Мен түсінемше. Жалпы енді мынау остеопатия ағза өз-өзін емдейді деп бір-екі сөздеріңізде естіп қалдым. Өз-өзін емдеу механизмін қосады деп жатсыз. Сол жайлы жаңағы бір неғып өтсеңіз. Ақпарат, иә. Өз-өзін емдейді деген ағза, ол бір тұтас ағза ғой. Бір комбайн сияқты, бір машина сияқты. Үлкен завод сияқты, үлкен завод сияқты. Оның бір жеріне бір нәрсе тұрып қалса, анаяғы жай айналады. Мысалы, бір машинада, алатын болса, бір жеріне бір нәрсе тұрып қалды, ол тұрып қалғаннан кейін бір несі істен шығып тұр. Ол мына жақ айналмай қалады дұрыс. Сол сияқты ғой. Бұл жерде себебін анықтау арқылы, мысалы, сізге мысал ретінде көрсетейін, немесе өзім жейдеме көрсете берейін. Мысалы, фасциялар бір жерде жинақталып қалатын, бір жинақталады осылайна. Ол фасция деген шеміршектер осылайна жинақталды. Осы ішкі ағзада осылай жинақталса, енді не алып кетеді? Мына жақта омыртқа, жүрек, өкпе, бәрі тартылады ғой. Омыртқадан шыққан қанша нервтер, соны былай жіберіп босатасың, ағза босайды ғой. Ағза босайды. Түсініңіз ба? Оның қай жерде екенін табу керек та. Қай жерде ол жинақталып тұр. Соны табу керек. Осылай соны кішкене жұмсартып босатасың. Бірақ әркімде әртүрлі. Әр адамның жаратылысы әртүрлі, бұзылысы да әртүрлі. Өмірлік жағдайына байланысты, неше түрлі нәрселер жинақтап алған шығар. Сондықтан айтатыным, остеопатқа өміріңізде келмесеңіз, балаларыңызды да өзіңізді де бір рет болсын, ол дені сау деп айта береді. Дені сау, мен балам дені сау, ешқандай қажет емес коррекцияға дейді. Жоқ, дені сау болсын, дені сау болмасын, яғни қандай бір шағым болса да остеопатқа міндетті түрде келу керек. Шаршап жүрсіз ба? Шаршап жүр, инабат. Ұйқысы кеп тұр, мүмкін жаңа гипоксия. Таңертең тұрған кезде шаршап тұрады, ұйқы қанбай тұру. Ол да бір тамырлары қысылуы. Омыртқалар дұрыс емес шығар. Соның барлығына остеопатия көмектеседі. Күшті. Үй ішімізбен сізге келемін деп, уже менде сондай не болды. Ниет болады. Күшті ғой мынау деген жаңағы өзің механизмін іске бір рет коррекция жасап, ары қарай сол механизмді, мысалы, наны босатып жібердің ба, ағза өз-өзіне келем дегенше ауырады. Мен айтамын, бірінші сеанстан кейін міндетті түрде бірінші күні, екінші күні, 3 күнге дейін әркімде әртүрлі.
ауырсыну болады, ол норма, одан қорықпаңыз деп айтамын. Түсінсіз ба? Өйткені мынау жинақталып қалған нәрсені біз босатқаннан кейін ол мына орнына келем дегенше уақыт керек. Сондықтан ғой үсті-үстіне остеопатиялық коррекция жасамайды деп атқан. Ана бірінші сеансты жібердің, ол өз орнына келу керек, жайғасу керек, жайлану керек. Осы сізбен сөйлесу барысында тыртықты емделеді деген сөзді естіп едім. Сол қаншалықты емделеді? Сол жайлы не берсеңіз. Көпшілік аналар, көпшілік жалпы халық тыртықты емдеу керек деген түсінікті білмейді екен. Тыртықты жалпы операциядан кейінгі тыртықты емдеу керек. Остеопатиялық коррекция арқылы. Өйткені тыртық спайка болып қатып қалады. Жаңағындай ғой, көйлекті жейдені жинағандай жиналып тұрады, астындағы ағзалардың бәрі соған қарай тартылып тұрады. Сондықтан оны босату керек, жіберу керек. Көптеген асқынуларға, көптеген сол моментте болмаса да алдағы уақытта болатын ағзалардың төмен түсуіне ықпал етеді, кесаревадан кейін. Кесарева болса, аналар, аналарда маткаге соған байланысты, көп ағзалардың төмен түсуі, сол тартып тұрады да, төмен түсуі, немесе жаңағы спайчный процестердің барлығы ішектердің дұрыс емес перистальтикасына, ішектердің дұрыс емес қимылына ықпал етеді. Сондықтан кез келген тыртық, ол сынықтан қалған тыртық болсын, ол аппендицитен қалған тыртық болсын, қандай тыртық болса да, оны емдеу керек. Остеопатиялық коррекциямен емдеу керек. Оны жұмсартамыз. Емдеу дегеніміз сол тыртықты жұмсартып босатамыз. Қатты болып тұрады ғой? Қатты болып тұрады. Өте сол аймақ сезбей тұрады ғой. Ұстасаң онша сезбей тұрады. Сол аймақты босатып, қан айналымын жақсартып, кішкене жұмсарту керек. Ал ол жазылады дегенде ойлайды анау пышақтың ізі түскен жер полный жазылып кетеді деп. Олай емес. Солай түсініп қалады ғой. Олай емес. Тікелей жаңағы сол тері асты аймақтарын жұмсарту арқылы емделеді. Бірақ тыртық қалады. Өзінің функциясын кішкене сол аймақтағы органдардың функциясын қалпына келтіру керек. Бір ыңғайсыз неғылып тұрады, тудырып тұрады ғой. Қатты мына жер қышиды деп жайсыз сезінеді ғой. Ал соның өзі де ішкі ағзаларды тартып тұрады. Ішкі ағза. Сондықтан мынау әсіресе жамбас астауындағы қызықтықтағы тігінен немесе көлденеңнен тыртықтар омыртқаның қисаюына да алып келуі мүмкін. Тартады. Ол сізге білінбейді. Біртіндеп тарта бастайды дағы, сол қисыққа алып келеді, бел ауруына алып келеді. Мынау уже қисайғаннан кейін мына жерде нервтер қысылады, грыжа болады. Сондықтан осы тыртықтарды жұмсартып, коррекциялап, остеопатиялық ем алуға шақырамын. Күшті, керемет. Рахмет, бүгінгі сұхбатыңызға керемет сұрақтар болды, керемет жауаптар болды. Алла қаласа мынау адамдарға пайдалы болсын. Алла қаласа осындай керемет, осындай білімдеріңізбен бөлісе беріңіз алдағы уақытта. Рахмет үлкен, Жаңыл ханым, өте көп сұрақтардың жауабын алдыңыз деген ниеттемін. Біздің каналға жазылып қойыңыздар, денсаулық туралы жалпы көптеген ақпараттарды алып отырасыз.